жашлар, добрый день. Алтай тилде бу десе видео сюжетти мен бул виноградниктардын ортосунда Австрияда австрийский Венаның Тианырах эмес пригородунда жатып тургам, көрөр кантип мында жараш. Үзем мында менің бу жанымда мындай виноградниктар үйүсүп жаты. Көрөрмөн, жуктада басып барайын. Бул мынайда үйүсүп турган. Эмди бу үзе виноградниктар чечектеп жат. Бу көрөр менің сол колумдун жанында 5 ветряной энергогенераторлы иштеп жатат. Буанын ары базы 5 кире бар. Вот ондай экологический жараш жерде мен десе толуу ондай критический высказываниялар санаш үлтелерим айты ерге санандым. Баштапкысы бу Facebook деп социальный сетте орыс тилдүү Артем Головин деп киши организатор путешествий туулу Алтайден в условиях пандемии коронавируса дикарский способла туристтер экелип уртанган аяс границаны бысып ол посттор Роспотребнадзордун төгүндө эле Алтай улус самоизоляцияда айылда отурган үйдө орустарды экелип акча иштерге турганын мен жаратпай жатым. Мен каноосунда чыдагам, Алтайда үзе аймактарда болгом. Онун улам Алтай уктуу киши иркөтсөктүү мындай орустардын кылыктанып урданганын жаратпай турганымды айтып жатым. Онойдо ох Алтай Республиканын Кара Орденин каршылуу керектерин ондай жастыра башкарып турганын критика айтып жатым. Бу Головин мынайды айтып жаты, орыстап кычырып ийин. Головин Артем ожидает официального разрешения от Роспотребнадзора Республики Алтай и Роспотребнадзора Алтайского края на организацию прорыва дикарским способом с палатками туристов в Республику Алтай. Далее, цитирую, Артем Головин пишет: вообще с местными алтайцами русачье-туристы встречаться не будут, и можем, в кавычках, подрихтовать маршрут, чтобы не встречаться вообще. Мындай ох Алтайлап айтса сөздөр, Алтайларды унижайтап жаман көрүп турганы меге жарапай жат. Мен Австриядан ол жаратпай турганымды текши үзе Алтай албатыга айтып жатым. Мен баштанып жатым авторитетный туризмде иштеген ченемелдүү Валентин Владимирович Кызымаевга, Самаева деп нөкөргө, туристический фирма Агуна, онан госпожа Халзакова, Алтай Инфо деп туристический фирманын иштеп турган ченемелдүү улустарга кычырып жатым. Бу жаан ондай дискуссия, общественное обсуждение болсун деп. Нени улам десе, Европада көрүгөр, Италияда үзе камык коронавирусла ооруган улустардын тоото, олар эмди Франциянан келген, ол эмезе иногородний келген машиналарды Масхала, Малтала, ол эмезе Айруштайла лобовой шилдерди үзе оотуп жаты. Жаратпай турган ол туристтерди Италиядан келсе. Онойдо ох ийишиктерди олар COVID-19 деп бойунун бутухла журап жатыр. Бу мындай ох учуралда Белокуриханын санаторийлер баштапкы июньнан саатуны санаторный путевкаларды бронировать етип баштагылады. Бу эмди неге экелер? Чемальский ГЭСтен, онойдо арткан Алтын көлден, Коксу аймактан ол туристтер эмди шаалып баштар. Кара Орденин даже олар разрешениесинде сурабас, кандай деп ичиктер керек жогуна уртанган аясты жүрлегилер. Мен бойым курорт Белокурихада конкретно иштегем. Ол 2 санаторий, ОАО санаторий Алтай Вест, экинчиси ЗАО курорт Белокуриха. Баштапкысында заместитель директора по маркетингу, рекламе и продажам. Экинчисинде начальник отдела стратегических исследований и сбыта в странах Средней Азии. Ол ондай должностьтарлуу и узак үйдүн тургунуна иштеген. Мен билерим, ол туризм Белокурихада гана иштеп турган. Бу мындай ох нөкөрлөр ойунун атын жашырып турган Виталий жазатыр деп. Чынынча айтса, ол кишинин фамилиясы Русачио, орус фамилиялуу болор. Ол күлүктөр боюнун фамилиясын жашырып, жүзүн башка сайттар деп туулу Алтайден туристтерге жуунатып акча улардан иштеп алып турган. Ол өйдө
туристтер десе қалан курортный сбор төлөбөй турган. Бу көрөр менин кийимимде 2 киши шведский ходьбала даже баскыла калап жады. Көрсөр кандай жараш. Вот. Онун ары курорт Белокурихата бу 2 киши қалан төлөр учурлу. Курортный сбор деп онун аты. Виталий жазатыр, оны төлөбөй турган. Онойдо бу улустар санаторий Алтайвест конкретно айтылса, бойының сайтында көріп қандай. Бурай қалан 2 киши емдігі басқындағылап, амырағылап жүрлеген Австрияда. Көрігір, ОАО санаторий Алтайвесте официальный сайтында емдігінші объявление тұрғызыл қалан Шеди Тур деп фирма Ороқтойдың көрінден улустарды 1700 салхой ақша алып, уртанған аяс Республика Алтайда туризм өткөрөргө жатат. Онойдо Алтайский крайдың туристический палатасына бу фирма Шеди Тур лицензия жок, туроператорский ишке Алтайда. Онойдо Министерство туризма бу Шеди Турга лицензия база бербеген. Күндүлү Алтай албаты чоғым айтса көрігер, бу Шеди Тур Белокурихинский турфирма жүклеп бир фирма урдантыран емес не. Олар үйсесі, ол Белокурихата русаче урданып түрлеген Алтайдың жараштарына не. Конкретный пример. Қызыл тепсең, Красная площадь Москвада. Ол Шелудякова Наталья Валерьевна, директоры Шеди Турдың. Москвада онды туризм көрер бу ақша беріп не. Пухлый конвертті взяткан болушыла. Онойдо туризмді Москвада Красной площадьта етер арғалуба Белокуриханың турфирмасы жоқ. Мэр Москвы может онойда разрешать ие урданлағаласын, қалан төлепесін, взяткан аллағаласын. Официально ол онды добро бербес. Что делает глава республики Харахордин? Ол кежі билбетчен болып жатны. А исполняющий обязанности министра туризма ол Поваровым найды айтып жатны. Ой, мен билбесім, мен новенькая, тудым-сюдым, ол договор бар, ассоциация туризма Сергей Зяблицкий хажыра іштегілеп тұран. Вот ол онайтылы іштегілесіне. Чынынша айтсане, бұл Виталий жазатыр, фирма Шеди Тур и санаторий Алтайвест курортный сборды Алтайский крайден де төлөбөйтірін. Налогтарды Алтайский крайден төлөбөйтірін. И Республика Алтайден екінші субъекттен қайда олар туризмді іштегілеп тұран. Уртанған айспасы төлөбөйтет. Мен бодосам губернатор Алтай крайдың Таменка бойының помощниктері бойы да көрсін. Онойды Харахординның тасбаштың өкірлері басы көрліглесін. Уятты. Ненің үшін десе, бұл мұнты оқ урданыш коронавируслы ору үйдің пандемиясына ол жарапас. Баса бүрсін айтып берейін. Бұл Белокурихата іштеген кешічіліп, мен конкретно айтып жатым, бұл схема мұнайды етіліп тұрған. Виталий жазатыр, подставной договор деп жат. Ассоциация туризма Республики Алтай Зяблицкий ол амық, допустим, пир газель туристерде жуып алтят. 15 кішіні 1700 вот, чотоғыр олған чагре болыр. 20 мың ақчаны қарманда суғын алтят. И договорлу якобы деп не ол кемнен Зяблицкийда. И чынынча по договору получается он сотрудник-гид, экскурсовод от фирмы Зяблицкого, а не фирма Шеди Тур. Ну, как бы субъект деятельности в республике уже Алтай. Только номера, получается, белокурихинские. И вот такое плавное уклонение налогов белокурихинским турагентам в республике Алтай под крышей Зяблицкого. И ни одной копейки ни в Чемальский район, ни в Коксинский, ни в Турачакский таким образом не попадает. Далее. Учитывая, что Белокурихата пир кежи коронавируслы орхалан, баштапқы үйіннен ала, бұл үйзе ору ұлыстардың коронавирусны чуғыштанышты Чемал аймақ баштар Турачак и Коксы, оның ары ұларыне. Ақан осы аймақта онда ашан жатқан күліктер болсын, ол емезе Чорнонойдың пешерелер көк тұрған деп Саланешнының кейдірақ алықтылағылап тұрған, ол күліктер онойдлы ұртанар арғалу. Мен конкретно білерім, менің YouTube каналымды австрийский алтаец Валентин Владимирович Кызымаев көріп тұрған, онойды Агуна фирманың тяны, госпожа Самаева,
онойдо Халзакова, ол өбөне Алтай уқты улағанның улы болыр, 1 миллионға бомбардир жаан кеме садалын алтын көлді жүзерге. Бұл yüze өрі айтылған Алтай уқты улыстарды мен қычырып жадым. Бұл Артем Головин деп орыс уқты Русачионың дикарский способла туристерді прорываться едетені келіп бұл мұнды сұрақты общественный жаан обсуждение болсын. Мен оны айлап жадырым, ғырақ улаған аймақта, Қошағашта, ол емесі Көксу аймақта. Қаносында туризмдің развит емес. Ол артқаны өрі айтылған аймақтарда туризмнің жаан қаманду, ақчаманат басы келіп тұрған. Онойды оқ инфекция келбесін деп баштапқысы. Екіншесі, ол Алтай улыстың атын түжірбесін деп, оны қорыланар керек. Ненің ола мен айтып жатым? Мен бойым конкретно ұқам, Белокуриханың гид экскурсоводтары Валентин Владимирович Кызымаевты станция юных туристовты жамандап төгіндеп, ол кежем найды айтқан. Орыс ұқты русачо туристі турбазаның жанында, Ирақ Белуханың қырдың жанында олар чачып еген болған. Grüß Gott. Mit Hund. Grüß Gott. Көрершті саллағылап жады. Көтер бе? Бұндай прогулкалар. Вот. И конкретно возвращаясь Нүкір Кызымаевқа. Ол онда гидтері мұнайда төгіндеген. Чунгурда орыс ұқты туристі өйлерге чачып еген. Станция юных туристовтың ішчілері депне. Чын ба төгінде мен білбей тұрым. Оның олан Валентин Владимировичті сұрап тұрым. Баштанып жатым. Ол кеше жан жашты, жетен жашқа жүқта қалан. Алтай дилде күні бар болса бойы видео пичесін меге атқарып ейсін электронный адресімді берер мүсе ол жарлы Фейсбукта да үзе социальный сеттерде бар. Оның улам бұл мұнды баштапқызы урданыш туристердің пандемия коронавирустың үйінде. Екіншісі қалан дөлөбесі. Үшіншісі Алтайларды авторитетный Алтай ұлықты ұлысты Белокуриханың гидтері ол емесі Бийский, Барнаул, Новосибирстің жаан турфирмалы өнітейін жаман атын шығарып төгіндегіліп жады. Клевещу торыстап айтса. Оның ола мен баштанып жадым Валентин Владимирович Кызымаевқа бойы құчындасын, қандай болған, не болған. Ипу мұнды оқ Артем Головин деп күліктерге путешественник деп бойының атаннағылап, Алтайдан туристер екелерге тұрғанын керегінде бойының сана шүлтесін база айтсын, ненің үшін десе Алтайды қорыр керек. Ол ондай Русачионың. Вот. И база бүрісін айтып берейін. Мен десе баштанып жадым Алтай Албатыға, бұл мұнды оқ иногородний номерлерлі машиналар келзе, итальянский способлаға орынлағыласын депне. Масқала, малталы, айруштарлы, лобовой шилдерді одып, көзнөктерді үзе ойы сайып, ешіктерді COVID-19 деп пичир керек. Ненің олам десе, бұл пандемияның өйінде конкретно глава Харахорден бойының ежін бүдінге бүдірбей тұрған. Онойда оқ пистер тұтып тұрған Шучинов база ешті еткірлігілебей тұрған. Олар бойының кабинеттеріне жашынлағылайла Албатыға болушбай деді. Албатыға емді жир неме жоқ не. Улағаннан менің подписчиктерім австрийский Алтайысты көріп айдып жады. Қозықты олар жуыйла бүтін жарым мұң 1800-ке Ирақ улаған аймақтан жолда düşте милицияға тұтыртпасқа полицияға Иотро деп теремнетен Ангудайского района түшлеглеп қозықты ақчаға сатып, ойстық айыра ақташқа ақчасын алала, товар алып, онайды түнде жорықтағылап жат. Бұл мұндай самоизоляция не жарар неме. Оның уламен баса баштанып жатым. Бұл мұндай оқ карательный отрядтар төсер керек Алтайлардың тоғысында. Ненің үшін десе мұндай беспечность, халатность властей приводит туристер емді шаалыр Алтайден. Ол штрафтарды 50% возложить обязанность, разумеется, на ОМОН Росгвардии под руководством депутатов муниципального уровня, аймақтың. Ненің үшін деже ол сельсоветтер пойлары заинтересованный болар учырлы. Ол русачио туристерді тұтала штрафтасын деп. 50% ойто қайра сельсоветтен келсін деп.
Конкретный пример, Канос аймақта юбилейная улицаның башында онда полигон ТБО сүрені емдегенше буртовать етілбеген. Ол сүре пох, сидик, извините за мой французский, ойто қайра больницадан юбилейниядан қар қайылып тұрса жасқыда ағып келді. Онойдалы уголовник байры шапқырлықта ұрданып, бірде сүрені буртовать етпеді, ешіктер емдегенше жоқ. Вот каждый туристы орысты тудалса 5% сельсоветтен түжер ақчаны. Вот онойда қорланар керек не. А то қашылақ атап алтайларды қорқытып не. Вот экстремизм, вот терроризм, вот статья уголовного кодекса болар бесінде. Алтай улыс бойлары башқара жүрді. Орыстар емес не. А то келген Москваның Кремлёны шарақ ордендар бойлары десе іштетпейді. Алтайларға жүрерге де, іштерге де арға жоқ. Қырлық жарым Канос аймақ Усмута башы Сахалинден жүрерді. Илья Боринның семьясы бүгінгі емді Сахалинде жатып жат. Оны да жүрерге жарабас. Мен сұрақ тұрым Алтай албатыны гражданский правосознаниясын көтіріп биіктетер керегінде. Оны бойының үйінертесілер ашытпай тұрсар, жажырып, начальниктер олар бойлары билеглер, мен керегім жоқтыр. Оны жарабас не. Конкретный пример, мен политэмигрант Кудермеков, Файдар Владимирович, Австриядан сілерге мұна айтып жатым. Пока сілер оны ажынып жүреріне, сілерді оны айтылы басынлар. Бұла мұндай русачу Артем Головиндер. Бойерблеры, не нететін, ставьте лайки, делитесь этим видео с родственниками, знакомыми, обсуждайте, комментируйте. Я доступен всегда. Жақсы жүрігер, мұна айтайдығыр.